Сіз бүйрегіңізді күніне қанша рет шашататыныңызды білесіз бе? Көп адам бүйрегі ауырса міндетті түрде белі қатты ауырады деп ойлайды. Бірақ шындық басқаша. Бүйрек үнсіз жұмыс істейтін мүше. Ол ұзақ уақыт бойы ешқандай белгі бермей-ақ зақымдануы мүмкін. Күн сайын бүйрек шамамен 150-180 литр қанды сүзеді. Ағзадағы артық суды, тұзды, улы заттарды және зат алмасу қалдықтарын шығарып тұрады. Басқаша айтқанда, ол сіздің ағзаңыздың табиғи сүзгісі. Бірақ осы сүзгіге күн сайын ауыр жүк артатын болса ше. Артық тұз, газдалған сусындар, дайын тағамдар, кейбір дәрілер, суды аз ішу, мұның бәрі бүйректің жұмысын қиындатуы мүмкін. Өкінішке орай көптеген адамдар бұл әдеттердің зиянын жылдар өткеннен кейін ғана байқайды. Кейбірінде қан қысымы көтеріледі, кейбірінде аяқ-қол ісінеді, ал енді бірінде бүйрек тасы немесе созылмалы бүйрек ауруы анықталады. Бүгінгі видеода көпшілік мән бермейтін, бірақ бүйрекке ауыр салмақ түсіретін 10 нәрсе туралы айтатын боламыз. Егер денсаулығыңызды сақтағыңыз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Кейбір ақпараттар сізді таңғалдыруы мүмкін. Тұзды көп пайдалану. Бүйректің ең үлкен жауларының бірі бұл тұз. Әрине, тұз ағзаға белгілі бір мөлшерде қажет, бірақ мәселе қазіргі адамдар тұзды қажетті мөлшерден әлдеқайда көп пайдаланады. Тек тамаққа қосатын тұз ғана емес, шұжық, сосиска, ысталған ет, чипсы, кептірілген балық, маринадталған көкөністер, дайын тұздықтар. Осылардың бәрінде жасырын тұз өте көп болады. Тұздың мөлшері артқан сайын ағза суды көбірек ұстап қалады. Соның салдарынан қан қысымы көтерілуі мүмкін. Ал жоғары қан қысымы бүйректің қан тамырларына қосымша жүктеме түсіреді. Көп адам мен тамаққа тұз қоспаймын дейді, бірақ күні бойы жеген дайын тағамдардың өзінен ақ тұздың мөлшері бірнеше есе асып кетеді. Сондықтан өнімнің қаптамасын оқып үйреніңіз. Дәмдеуіш ретінде көк шөптерді, сарымсақты немесе лимон шырынын қолдануға болады. Бұл қарапайым өзгеріс бүйрекке түсетін жүктемені азайтуға көмектеседі. Суды аз ішу. Көпшілік тек шөлдеген кезде ғана су ішеді, бірақ шөлдеу сезімі пайда болғанда ағзаңыз сұйықтықтың бір бөлігін әлдеқашан жоғалтып үлгереді. Су жетіспесе, бүйрекке қанды сүзу қиындай түседі. Несеп қоюланады, минералдардың концентрациясы артып, кейбір адамдарда бүйрек тасының пайда болу қаупі жоғарылауы мүмкін. Әсіресе жаз мезгілінде, ыстық күндері немесе спортпен айналысқанда сұйықтыққа деген қажеттілік артады. Әрине, бәріне бірдей күніне дәл 2 немесе 3 литр су керек деп айту дұрыс емес. Қажетті мөлшер адамның салмағына, ауа райына, физикалық белсенділігіне және денсаулық жағдайына байланысты өзгереді. Бірақ егер күні бойы 1-2 стакан ғана су ішсеңіз, бұл жеткіліксіз болуы мүмкін. Шай мен кофе судың орнын толық баспайды. Ең жақсы таңдау қарапайым таза су. Тәтті газдалған сусындар. Газдалған сусындарды көп адам жай ғана салқындататын сусын ретінде қабылдайды. Бірақ олардың құрамына қарасаңыз, жағдай мүлде басқа. Көп мөлшердегі қант, әртүрлі тағамдық қоспалар, кейбір сусындардағы фосфаттар. Мұндай сусындарды жиі ішу артық салмақ пен қант диабетінің даму қаупін арттыруы мүмкін. Ал бұл аурулардың екеуі де бүйрекке ұзақ мерзімде зиян келтіретін негізгі себептердің қатарына жатады. Бір бөтелке тәтті сусынның өзінде бірнеше қасық қант болуы мүмкін. Күн сайын осындай сусындарды ішу ағзаға артық калория ғана емес, қосымша жүктеме де әкеледі. Егер шөл қысса, ең дұрыс таңдау су, ал тәтті нәрсе ішкіңіз келсе, қансыз компот немесе табиғи жемісті аз мөлшерде пайдалану әлдеқайда жақсы таңдау болады. Келесі, ауырсынуды басатын дәрілерді жиі қабылдау. Бұл бөлім көп адамға қатысты. Бас ауырса дәрі, тіс ауырса дәрі, бел ауырса дәрі. Кей адамдар мұндай препараттарды ай сайын емес, апта сайын қабылдайды. Алайда ибупрофен, диклофенак, кеторалак сияқты кейбір қабынуға қарсы ауырсынуды басатын дәрілерді ұзақ уақыт немесе бақылаусыз қолдану бүйрекке зиян келтіруі мүмкін. Әсіресе жасы үлкен адамдарда қан қысымы жоғары немесе бүйрек ауруы
бар адамдарда да бұл қауіп жоғарырақ болуы мүмкін. Бұл дәрілерді ешқашан қолданбаңыз деген сөз емес. Мәселе оларды өз бетіңізше ұзақ уақыт қабылдамауда. Егер ауырсыну жиі қайталанса, дәріні қайта-қайта ішкеннен гөрі оның себебін анықтау әлдеқайда маңызды. Өйткені кейде ауырсынуды басу мәселені уақытша ғана жасырады. Ал енді бүйрекке өңделген ет өнімдерінің әсерін қарастырайық. Шұжық, сосиска, сарделька, ысталған ет. Бұл өнімдер көптеген отбасының дастарханында күнде кездеседі. Таңғы асқа шұжық қосылған бутерброд, түскі асқа сосиска, кешке ысталған ет. Ыңғайлы, тез дайындалады, бірақ дәл осы өнімдер бүйрекке артық салмақ түсіреді. Неліктен? Біріншіден, олардың құрамында тұз өте көп. Екіншіден, сақтау мерзімін ұзарту үшін түрлі консерванттар мен қоспалар пайдаланылады. Үшіншіден, көптеген өңделген ет өнімдерінде қаныққан майдың мөлшері жоғары болады. Мұндай тағамдарды жиі тұтыну қан қысымының жоғарылауына, артық салмаққа және жүрек-қан тамырлары ауруларының қаупінің артуына әсер етуі мүмкін. Ал бұл факторлардың барлығы бүйрекке қосымша жүктеме түсіреді. Әрине, анда-санда жеп қоюдан ештеңе болмайды, бірақ оларды күнделікті тағамға айналдыру дұрыс емес. Мүмкіндігінше табиғи етті таңдап, үйде дайындалған тағамды көбірек тұтынуға тырысыңыз. Фастфуд пен жылдам дайындалатын тағамдар. Қарныңыз ашқанда ең оңай шешім қандай? Көпшілігіміз гамбургер, пицца, қуырылған картоп немесе тез дайындалатын кеспе сатып аламыз. Бір қарағанда бұл уақыт үнемдейді, бірақ мұндай тағамдардың құрамына назар аударсаңыз, олардың көбінде тұз, май және калория өте көп. Әсіресе тез дайындалатын кеспелердің дәмдеуіш қапшығында тұздың мөлшері жоғары болуы мүмкін. Ал күн сайын осындай тағамдарды жеу ағзаға тек бүйрек жағынан ғана емес, жалпы денсаулыққа да зиян келтіруі мүмкін. Артық салмақ, қан қысымының жоғарылауы, қандағы қанттың көбеюі, осылардың бәрі уақыт өте келе бүйрекке әсер етеді. Егер мүмкіндік болса, үйде дайындалған қарапайым тамақ әлдеқайда пайдалы. Кейде бір тәрелке сорпа немесе көкөніс қосылған ет ағзаға бірнеше есе пайдалырақ болады. Тәттілер мен артық қант. Мен тұз жемеймін, бірақ тәттіні жақсы көремін дейтін адамдар көп. Бірақ қанттың шамадан тыс мөлшері де бүйрекке жанама түрде әсер етеді. Көп мөлшерде тәтті жеу артық салмақтың дамуына ықпал етеді. Уақыт өте келе бұл инсулинге төзімділікке, кейінірек екінші типті қан диабетіне алып келуі мүмкін. Ал қан диабеті созылмалы бүйрек ауруының ең жиі кездесетін себептерінің бірі. Сондықтан тек кәмпит пен тортқа ғана емес, тәтті сусындарға, тәтті йогурттарға және дайын шырындарға да назар аудару керек. Кейде біз қантты байқамай-ақ көп мөлшерде тұтынамыз. Тәттіден толықтай бас тарту міндетті емес, бірақ мөлшерін бақылау денсаулық үшін дұрыс шешім. Алкоголь және темекі. Көпшілік алкоголь тек бауырға зиян деп ойлайды, бірақ оның әсері тек бауырмен шектелмейді. Алкоголь ағзаны сусындандыруы мүмкін. Соның салдарынан бүйрек қалыпты жұмыс істеу үшін көбірек күш жұмсайды. Ал егер адамның қан қысымы жоғары немесе қан диабеті болса, қауіп одан сайын артады. Темекі де дәл солай. Темекі түтініндегі зиянды заттар қан тамырларына әсер етеді, ал бүйрек өте ұсақ қан тамырлары арқылы жұмыс істейтін мүше. Сондықтан темекі шегу бүйректің қанмен қамтамасыз етілуіне де кері әсер етеді. Егер сіз бүйрегіңізді ұзақ жылдар бойы сау сақтағыңыз келсе, осы екі әдеттен бас тарту ең дұрыс шешімдердің бірі. Енді ең маңызды сұрақ: бүйрегімізді қалай қорғаймыз? Шын мәнінде бұл өте күрделі емес. Біріншіден, жеткілікті мөлшерде су ішуді әдетке айналдырыңыз. Екіншіден, тұзды тағамдарды азайтыңыз. Үшіншіден, көкөніс пен жемісті көбірек тұтыныңыз. Төртіншіден, ауырсынуды басатын дәрілерді дәрігердің кеңесінсіз ұзақ уақыт қабылдамаңыз. Бесіншіден, қан қысымыңыз бен қандағы қан деңгейін бақылап жүріңіз. Ал егер аяқ-қолыңыз жиі ісінсе, зәр шығаруда өзгерістер байқалса, қан қысымыңыз тұрақты жоғары болса, немесе бел аймағында мазалайтын ауырсыну болса, міндетті түрде дәрігерге қаралыңыз. Ерте тексерілу бүйрек ауруларын дер кезінде анықтауға мүмкіндік береді.
бүйрек өмір бойы сіз үшін тынымсыз жұмыс істейтін мүше. Ол ешқашан демалыс алмайды, сондықтан оны қорғау өз қолыңызда. Егер бүгінгі видеодан жаңа ақпарат алсаңыз, лайк басып арнамызға жазылыңыз. Осындай пайдалы ақпараттарды жақындарыңызбен бөлісіңіз. Мүмкін осы видео біреудің бүйрегін сақтап қалуға көмектесер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.